Ассалаумағалейкум шаңырақ оқырмандары. Кезекті түсірілім Мерей мөлтек ауданы 8-ші үйден 2 бөлмелі пәтер көрмекшіміз. Бізде подъезд көрінісі. Подъезд көріп тұрғандарыңыздай тап-таза. Пәтеріміз ортаңғы бөлікте орналасқан. Бұл бізде кіреберіс. Кіреберіс кең. Осы кіреберістен оңға қарай өтетін болсақ, бұл жақта үйіміздің қонақ бөлмесі. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай евро жөндеуден өткен. Және осы қонақ бөлме арқылы үйіміздің лоджиясына өте аламыз. Лоджиясы толықтай қапталған. Және батарея чугунный, барлығы жаңадан ауыстырылған. Кондер. Осы оң жақтағы қонақ бөлмеге қарама-қарсы бетте үйіміздің жатын бөлмесі орналасқан. Жатын бөлмеде толықтай абойланған. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жақта да ерекше дизайнмен ремонттаған. Үйіміздің полы толықтай паркеттелген. Ал осы кіреберістен тура жүріп оңға бұрылатын болсақ, бұл жақта үйіміздің асханасы орналасқан. Асханасына осы жердегі жиһаз арнайы жасалынған, жартылай кафелденген және абойланған. Және осы асханамыз арқылы жаңағы айтып өткен лоджияға өте аламыз. Лоджиясы көріп тұрғандарыңыздай толықтай қапталған және батарея бұл жақта да бар. Яғни лоджияда қыста жылы болады деген сөз. Терезесі толықтай пластиктелген. Жалпы үйіміздің ремонты жаңа айтып өткендей толықтай евро жөндеу. Ал осы асханаға барар жолда үйіміздің жуыну бөлмесі және дәретханасы орналасқан. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай кафелденген. Жақта Аристон. Ал енді осы үй жайлы сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар.